Абай бастаған, ұлы ақындары бар елде қыздан шыққан Фаризасы молуда қазақ елі үшін керемет жарасым. Мен осы жарасымды көргеніме бақыттымын. Әбділда Тәжібаев. Қазаққа дәл осындай бақытты сыйлаған поэзия падишасы бүгін көзі тірі болғанда 81 жасқа толар еді. Ақын, халық жазушысы, журналист, мемлекеттік қызметкер Фариза Оңғарсынова 1939 жылдың 25 желтоқсанында Атырау облысы Манаш ауылында дүниеге келген. Әке қанымен, ана сүтімен берілген өр мінезбен асыл өнер жүйрік тұлпарды құлын кезінен ерекшелегеніндей, Фаризаның да көп баланың ішінде болмысын бөлек ететін еді. Ол өзінің еңбек жолын ұстаздық қызметтен бастаған еді. Одан соң әдеби қызметкер, тілші болып та қызмет атқарды. Республикалық Қазақстан пионері газетінің Ақ желкен журналының бас редакторы болып жұмыс істеді. Осы уақытта ол балалар әлеміне зор еңбек сіңірді. Бала жанының бағбаны секілді, олардың ұлт жанды, адал, мейірімді болып өсу үшін сан түрлі тәрбиелік мәнді өлеңдерін жазды. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің бірінші-екінші шақырылымдарының депутаты болды. Ол балалардың құқығын қорғау туралы заңды алғашқы болып ұсынған жандардың бірі еді. Әр баланың балалық шағының бақытты өткенін қалады. Поэзия әлеміне жаңа қадам басқан әрбір жас ақынға қолдап демеу көрсетті. Азамат ретінде мемлекеттігімізді нығайтып, тәуелсіздік мұраттарын орнықтыру ісіне үлкен үлес қосты. Оның алғашқы жыр жинағы 1967 жылы «Бұлбұл» деген атпен жарық көрді. 1984 жылы «Үйім менің отаным», «Маңғыстау монологтары», «Революция және мен» өлеңдері топтамалары үшін Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Ленин комсомолы, орталық комитетінің Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесінің құрмет грамоталарымен, құрмет белгісі, парасат ордендерімен марапатталған. Республика мәдени ағарту ісіне еңбегі сіңген қызметкер, халыққа білім беру ісінің үздігі Фариза Оңғарсынованың ұлт тәрбиесіне, білім саласына сіңірген еңбегі орасан зор. Әрі, мен де бір сенің құрағың, мойныңа тағар тұмарың, жанымды тербеп жыраның, бірлігі елдің ұраным, Маңғыстау туын тікті деп, қуанғанымнан жыладым, тәңіріме тәубе қыламын деп жырлаған Фариза Оңғарсынованың есімі киелі Маңғыстаудың орталығы Ақшаңқан Ақтау қаласындағы жаңа заман талабына сай ашылған 29-шы жалпы білім беру орта мектебіне берілуі заңды еді. Ақын есімін алу мектеп үшін зор мәртебе. Өлеңін ұғынуға биік талғамды талап ететін Фариза Оңғарсынованың атына лайық, абыройына сай мектеп болу үлкен жауапкершілік. Мектептің жаңа есіммен салтанатты ашылуы республикалық деңгейде өткізілді. Фариза Оңғарсынованың сіңлісі Алмагүл Оңғарсынова арнайы келіп, жаңа басылыммен қайта шыққан шілде кітаптарын сыйға тартты. Ашылу барысында Фариза өлеңдері оқылып, әуелете ән шырқалып, поэзия мен прозаның екі алыбы Фариза мен Әбіш Кекілбайұлы туралы сахналық қойылым қойылды. Мектепте Фариза Оңғарсынованың өмірі мен шығармашылығына арналған кабинет ашылып, қонақтарды ақын өлеңдерін айтатын ертемір робот қарсы алды. Бұл кабинетте ақынның кітаптары мен берген сұхбаттары, естелік жинақтары мен редакторлық еткен газет пен журналдар, ақынның марапаттары мен жазған хаттары қойылды. Арада жыл өтсе де, мектеп қызметкерлері Фаризаның шығармашылығын насихаттауды тоқтатқан емес. Оның әндері мен өлеңдерін жатқа білетін оқушылар саны көбеюде. Осы жылы Фариза Оңғарсынованың туған күніне орай «Жырым қалсын жанымның ұшқынындай» атты апталық өтіп жатыр. Апталық аясында Фариза Оңғарсынованың өзі ерекше қадірлеп өткен ұстазы Клара Дмитриевнадан сұхбат алдық. Орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп, кейіннен өмірлік досына айналған ұстаз шәкірті туралы өз естелігімен бөлісті. Она очень, девочка была вот такая настойчивая. Она очень любила людей. У нее мама такая была. На тамбуре играла мама. И такая вот, чтобы кісілер үйде болсын. Она рано потеряла папу, Фариза. Первый год войны он погиб. Но все время она ждала. Вот люди приезжают, кто инвалидами приезжают, больные приезжают. Она все ждала папу. Мама понимала, а Фаризаға айтуға қорқады. Потом айтады, келеді ғой дейді. Сонымен келмей қалды. Потом первые годы войны умер. Но она маму любила, Фариза. Дома чистота идеальная была. А жили тогда в мазанках. Вот.
ни мебели, ничего нет, но всегда чисто. Алашаны тазалайды, кілемді тазалап. И все время, чтобы кісі болсын. Мама так любила. И мама любила, и Фариза любила. Вот. Поэтому мы так, суббота-воскресенье, такие дни нам некогда было. Тогда кітаптар жоқ, сидели, конспект писали. Чтобы опыт, надо конспект писать. И вот ни один не скажет, что он устал, что он не хочет, что нашим сидит. Никто. Каждый день вот так мы занимались допоздна. А в субботу, воскресенье особенно, вот мама что-то заготовит и нас обязательно позовет. И вот мама на домбре играла, Фариза играла. Вот мне очень нравились кюлер. Как мама играла, она все вот эти кюли знала. И поэтому Фариза от мамы научилась вот это все. Очень настойчивая девочка была. Вот она должна вот это все знать. Вот написано вот это слово, вот она должна знать это, что значит, как она. И в классе ее все любили, и вот всем она помогала. Вот такая вот она в жизни была, такой человек. Вот кругом она должна всем помогать, всем объяснить. Вот со всеми она дружила. Но была строгая, требовательная. Ответственная девочка была. Ее все любили. В классе все любили. Вот такой вот она человек. Так она у меня в памяти осталась. И вот это последний раз я была в командировке в 1984 году. Вот к ней в Алмате. К ней вот пришла, вот она мне подарила вот эту книгу свою. На память. И говорит, вот чтобы ты помнила, что я писала, и про Мундистау твою писала, потому что я работала в Каракумах, учительствовала, и в Таушке. И вот она говорит, вот про все твои места здесь написано. Читай, и всегда помни. Вот такая она. Поэтому я бы хотела, чтобы в жизни все бы, приблизительно хотя бы были такие настойчивые, такие справедливые, честные, вот любящие людей. Вот хотела бы я, чтобы всяко-всяко вот быть хоть чуть-чуть, чтобы вот наши дети были чуть-чуть хоть похожи на нее характером. Ұстаз санасында дәл осындай жарқын бейнемен қалды. Ол мектебіміздің шәкірттерінің Фариза секілді адал, табанды, ұлтжанды болғанын қалайды. Ұстаз тілегін жеткізіп, шәкіртімен бірге түскен суретін табыстау мақсатында мектебімізге Корей халық ұйымының мүшесі Хван Раиса Ивановна да келген еді. Она очень хочет, чтобы в вашей школе учились дети, такие же, как Фариза Мегасынова. И не только поэты, просто честные, доброжелательные, порядочные дети. Подари, пожалуйста, от нашего корейского этнокультурного объединения сказки приведенные. Думаю, что ваша школа достойна именно Фариза Мегасынова. Это наша одна из поэтесс, самая такая великая поэтесса стихи. Она именно пишет. И очень много написала про Мундистау. Вам всем успеха. Я думаю, вот это карантин, это непобедимо обязательно. И ваши дети, как ласточки, высоко взлетят, по всему миру будут рассказывать, что есть такая школа 29-я имени Фаризы Мегасыновой, великой поэтессы. Есть замечательные учителя, администрация, все, кто здесь работает, пусть гордятся этими учениками. Көкірегінде жыр тұнған, топырағында сыр тұнған, қасиетті менің Маңғыстау, қасиетті менің Маңғыстау деп жырлап, Маңғыстауды екінші туған жерінде жақсы көріп өткен ақын өлеңдері санамызда қалары сөзсіз. Алмастай өткір жырлары әр шәкіртіміздің жүрегінен орын алуын мектебіміздегі әр ұстаз өзіне мақсат етті. Бейне жазбамыздың соңын ақынның өз даусы жазылған оның өмірлік ұстанымын көрсетер өлеңмен аяқтағымыз келіп отыр. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен өзіңмен қоштаспадым мен.
күлкімді, жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіммен бөліскенің үшін, қатем мен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең, мен сені аялап өтем.